Сәлеметсіздер ме? Сәл күте тұрайық. Біз бүгін шамалы кешігіп бастап жатырмыз өзіміздің тікелей эфирімізді. Кешірім сұраймыз. Приемдар болып жатыр, қабылдаулар болып жатыр. Сондықтан онымен кеш бастап отырмыз. Қалай естіліп жатыр? Дұрыс естіліп жатыр ма? Сәлеметсіздер ме? Добрый день, қайырлы күн. Біздің инста парақшамыздың оқырмандары, біздің емделушілер, біздің пациенттер. Добрый день еще раз нашим инста-подписчикам, нашим зрителям, нашим пациентам. Қазір Ирым клиникасының атынан, Ирым Шымкент клиникасының атынан тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгінгі тікелей эфирді мен жүргіземін. Менің аты жөнім Ақерке Бақтиярқызы. Мен дәрігер, репродуктолог, гинекологпын. Егер де сұрақтарыңыз болса, бедеулік мәселесі жайында, немесе бедеулікті емдеу, анықтау әдістері жайында, сонымен қатар ЭКО бағдарламасы жайында сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Прямой эфир от клиники Ирым. Зовут меня Ақерке Бақтиярна, я доктор, акушер-гинеколог, репродуктолог, занимаюсь лечением бесплодия, в том числе лечением методом ЭКО. Если у вас есть вопросы по бесплодию, по лечению, по обследованию, по анализам, то можете задавать вопросы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ЭКО бағдарламасы кезіндегі болатын асқынулар, немесе денеден тыс ұрықтандыру әдісін қолданған кездегі болатын асқынулар жайлы сіздерге мағлұмат бергім келіп отыр. Сол мағлұматпен сіздермен бөліскім келіп отыр. Будем говорить об осложнениях в программе ЭКО. Если есть вопросы, задавайте. Енді денеден тыс ұрықтандыру әдісінің ең жаңағы алдымен біздің пациенттер приемға келген кезде, сонымен қатар денеден тыс ұрықтандыру әдісін қолдану туралы шешім қабылдаған кезде әр емделуші, әр пациентіміз бұл асқынулар жайлы өз дәрігерінен біледі. Сонымен қатар юристке договор заявлениялар қол қойдыртып жатамыз, солар толтыртып жатамыз. Сол договор заявлениялардың ішінде осы асқынулар жайлы толық мағлұмат берілген, жазылған, барлық асқынулар туралы сол қағаздардың ішінде болады. Сонымен қатар дәрігер осы асқынулар жайлы сіздерге айтып береді. Сондықтан ең бірінші асқыну бұл гормоналды ынталандыру болғандықтан, гормондар қабылдағандықтан әйелдің аналық бездерінің жұмысы өте қарқынды болады. Сондықтан бұндай кезде, қарқынды болған кезде, көбінесе аналық безден аналық ұрықтар өте көп мөлшерде бөлінуі мүмкін. Мысалы, әр әйелдің жауап беру мен АМГ-ның көрсеткішіне байланысты болады, гормондардың көрсеткішіне байланысты болады. Мысалы, қалыпты аналық бездің жұмысы шамамен 10 аналық фолликулға дейін өсуі мүмкін. Ал егерде 10 фолликулдан артық өсіп жатса, мысалы, фолликулдар саны 15, 20, 30, 40 болып жатса, одан кейде көп болып жатады, 50-60-қа дейін, мысалы 70-80 фолликул өсуі мүмкін. Бұл көбінесе поликистоз немесе мультифолликулярный яичник кезінде болады. Бұндай асқынуды біздің терминде гиперстимуляция яичников дейді. Яғни бұндай пациенттерге дәрі-дәрмекті де аз беруге тырысқанның өзінде де АМГ-ның жоғарылауының нәтижесінде немесе фолликулдардың санының көптігінің нәтижесінде осындай гиперстимуляция яичников, аналық бездің өте қарқынды жауап беру асқынуы деген болып жатады. Бұндай кезде біз
барлық фолликулды өсіріп функциясын жасап аналық ұрығын алғаннан кейін көбінесе бұндай пациенттерге жатырда эмбрионды қондырмаймыз, яғни переносты отмена жасаймыз. Перенос жасалынбайды, өйткені бұндай пациенттерге салғанның өзінен де ешқандай нәтиже болмайды, жүктілік болмайды. Сондықтан бұндай кезде тек аналық безді қалпына келтіру үшін дәрі-дәрмектер тағайындаймыз. Содан кейін міндетті түрде функцияның алдында ең соңғы триггер дәріміз қандай болады, соны талқылаймыз пациентпен. Өйткені бұндай пациенттерге хоренский гонадотропин деген дәрі беруге болмайды. Көбінесе агонистер дифирлин немесе дикапетил деген дәрі беріледі. Сондықтан бұндай пациенттерді басынан бастап, егер 15 фолликулдан артық өсіп жатқан жағдай болса, ондай кезде перенос жасалынбайды, жатырға эмбриондар қондырылмайды. Сонымен қатар бұндай пациенттерге осы аналық безді тез қалпына келтіру үшін тағайындайтын системалар бар, құятын. Содан кейін өзін қалай ұстау керек екенін ол пациентке міндетті түрде айтамыз. Іштің кебу секілді бір әсері болады, немесе іштің төменгі жағының төмен тартып ауыру сезімі болады, немесе асқазан бір түрлі толып тұрған секілді клиникалық симптомдар болады. Сондықтан сондай клиникалық симптомдары бар пациенттерді ерекше қадағалау керек. Сонымен қатар өз пациенттердің өздеріне жақсылап өзін күту қажет болады. Белоктық тамақ жесін деп айтамыз. Содан кейін сұйықтық көп ішу керек ондай пациенттер. Сондықтан егерде поликистозы бар, немесе мультифолликулярды яичниктары бар, аналық бездері бар пациенттер болса, гормональды стимуляция жасау кезінде өте мұқият, өте сақ болу керек. Бұндай гиперстимуляцияны болдырмау керек. Немесе егер ондай гиперстимуляция яичников болып жатса, алдын алу шараларын жасау керек. Негізі бұл гиперстимуляция яичников аналық бездің қарқынды жұмыс істеуі функциядан кейін бір апта, бір 10 күннің ішінде етеккір келгеннен кейін өздігінен басылады. Содан кейін бұл пациенттер келесі, мысалы, етеккірден кейін аналық бездері қалпына келсе, қатырылған эмбриондарын салуға әрекет етуге болады. Тек жатырдың ішін дайындап барып, ешқандай стимулирующий дәрілер қабылдамай, тек мұздатылған, қатырылған эмбриондарын жатырдың ішіне салып берген дұрыс болып табылады. Екінші асқыну, бұл көбінесе қан кету болып жатады. Қан кету бұл пункция кезінде, яғни аналық ұрықтарды алатын кезде бұл фолликулдардың бәрі аналық бездің сыртқы жағында, кейде қан тамырлардың жанында өте жақын орналасқан кезде ультрадыбыстық датчик арқылы, ультрадыбыстық қадағалау арқылы жасалынады. Кейде көп фолликул болып жатса, немесе ол фолликулдарыңыз ыңғайсыз орналасып тұрса, немесе спайкі болса, сондай кезде инемен тесіп алып жатқан кезде кейде қан тамырлары қанап кетуі мүмкін. Ондай кезде пункция кезінде қолымыздан келгенше қанды тоқтатуға тырысамыз. Кейде қан тамыры өте қатты қанап жатқан кезде, ондай кезде лапароскопиялық операция жасап, қанның қай қан тамыры қанап тұрғанын көріп, сол қан тамырын коагуляция жасап, қанды тоқтатуға болады. Бұл фолликулдардың аналық бездің жұмысының нәтижесінде аналық фолликулдар, мысалы, перекрут ножки дейді. Кейде аналық без айналып кетуі мүмкін. Сондықтан функциядан кейін ешқандай
оқыс қимыл жасауға болмайды, өзін күту керек пациент, еңкейіп, сонымен қатар қараңғы болып кетті ма? Ондай кезде перекрут ножки аналық бездің айналып кету кезінде көбінесе оперативті жол арқылы бұл жағдай шешіледі. Ал пункциядан кейін негізі пункцияға дейін де, одан кейін пункциядан кейін де пациенттерге резкий движение, оқыс қимыл жасамасын, еңкейіп резкий движение жасама деп айтамыз. Сондықтан пункциядан кейін көп адамдар кейде жолға шығамыз, тойға барамыз, қонаққа барсақ бола ма деп сөйтіп жатады. Ондай кезде бұндай спортпен шұғылдануға болмайды деп өз кеңестерімізді айтып отырамыз. Тағы да кездесетін кейде осы үлкен фолликулдардың өз-өздігінен ерте мезгілден жарылып кетуі болады. Преждевременная овуляция дейді. Сол кезде үлкен фолликулдар өте үлкен размерлі фолликулдар жарылған кезде қан тамырларда қанап қалуы мүмкін. Сондай кезде де осындай асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан пункцияның алдында жағдай келгенше артық қимылдың қажеті жоқ, артық оқыс қимылдың жасамауын сұрап өтінеміз. Тағы да бір асқыну ол енді жиі кездеседі деп айта алмаймын, бірақ көбінесе осы барлық пациенттердің сұрап білгісі келетін внематочный беременность бола ма, болмай ма, жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін ба деген сұрақ. Бұл эко әдісі бағдарламасында да жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін. Ондай кезде жатырдан тыс жүктілік болған кезде білесіздер, тек оперативті жолмен ғана бұл жүктілік алынады, бұл жүктілік ары қарай өсу мүмкіндігі болмайды. Біз мына суретке қарасаңыздар, біз жатырдың ішіне эмбриондарды салып береміз. Бір немесе екі эмбрион саламыз. Осы эмбриондар салынған күні бірақ жабысып өсе қоймайды. Ол тек келесі күні немесе бір-екі күн өзіне орын іздейді. Сол кезде кейде жатырдың мына бұрышына немесе осы жатырдың түтікшелеріне қарай жылжып кетуі мүмкін. Кейде бір жағдайлар болады, жатырдың ішінде жүктілік болып жатады, немесе біреу мысалы жатырдың ішіне еніп жатса, екінші эмбрион сол трубаға қарай кетіп қалып жатады. Енді барлықтарыңыз білесіздер, трубада түтікшеде өсетін эмбрион бұл ары қарай бұл түтікше кеңімейді, бұл түтікше жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан бұндай түтікшелер жүктілікпен бірге алынып тасталынады. Жатырдан тыс. Мына жерде телефон қосылып қалып жатыр, кешіріңіздер. Жатырдан тыс жүктілік кезінде түтікшелер алынады. Содан кейін мысалы эконың алдында кейде мына жерде параллельно телефон хабарласып отыр, содан кейін өшіріп қоюға. Содан кейін жатырдан тыс тағы да жүктіліктің бір түрі, бұл жатыр мойнына жүктілік бітуі мүмкін. Ол яғни төмен қарай, мында жатырдың төменгі шейкасына қарай кетіп қалатын жүктілік болып жатады. Бұндай кезде де жатырдың мойнындағы жүктілік ары қарай дамымайды. Бұндай кезде бұл жүктілікті де вакуум аспират арқылы сорып алып тасталынып жатады. Сондықтан переностан кейін біз өз пациенттерімізге ішпен жатпасын деп жатамыз. Өйткені мынау жатырдың қуысындағы эмбриондар егер ішпен ұйықтаса, ішпен жатса, төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Содан кейін эконың алдында кейде жатырдың түтікшелерінде сұйықтық болып жатады, немесе қабыну процестері болып жатады. Осындай кезде біз бұл сұйықтығы бар жатыр түтікшелерін тазалау керек, немесе операцияға жіберіп алдыртып жатамыз. Өйткені ең бірінші асқыну осындай түтікшелерде болуы мүмкін. Сондықтан ондай кезде дәрігердің, репродуктологтың айтқанын тыңдап, егер де түтікшені тазалау керек болса, немесе түтікшенің сұйықтығы бар түтікшелерді алу керек болса, бұны жасау керек. Өйткені
ол асқынуға алып келіп соғуы мүмкін. Сонымен қатар тағы да қандай асқынулар болуы мүмкін? Егерде созылмалы қабыну процестері болса, созылмалы инфекциялар болса, соның әсерінен кейде гормональды стимуляциядан кейінгі ынталандырудың әсерінен осы созылмалы қабыну процестері өршіп жатады. Осындай кезде де осы асқынулардың бір түрі болып тұрады. Ондай кезде көбінесе біз аналық ұрықтарды алғаннан кейін, пункция жасағаннан кейін осы қабыну процестерін антибиотиктермен емдеп, осы қабыну процестерін болдырмау үшін әртүрлі ем тағайындаймыз. Антибактериалды ем, содан кейін құятын ерітінділерімізді құйып, осы процестерді болдырмауға тырысып жатамыз. Тағы да қандай асқынулар болуы мүмкін? Қазіргі кезде енді не дейді, бәріміз екі эмбрион салдырып қуанып жатамыз, егіз болсын деп жатамыз. Кейде екі эмбрионның салдырғанның біреуінің өзі екіге бөлініп үшем болып жататын кез болады. Сондықтан многоплодная беременность дейді ма? Многоплодная беременность бір асқынудың түрі болып есептелінеді. Сондықтан қазіргі кезде біз эмбриондарды салардың алдында бір эмбрионнан артық салмауға тырысамыз. Өйткені егіз жүктілік, үшемдік, үш жүктілік деген ол әйел адамына ауыр болады. Егіз бала туу немесе үш бала туу жүктіліктің кезінде де қиындыққа алып келеді. Сондықтан 5 күндік эмбриондарды іріктеп барып, сол бір эмбрионнан артық салмауға тырысамыз. Соның өзінде де кейде бір эмбрионның өзі екіге бөлініп кетіп жатады. Сондықтан егерде жүктілік жақсы өтсін десеңіз, егерде дені сау, доношенный, мерзімі жеткен жүктілік болсын десеңіз, бір эмбрионнан артық салмаған дұрыс. Көбінесе көп пациенттердің ойы екі эмбрион салсақ, жүктіліктің болу жиілігі өте жоғары болады деп есептейді. Негізі оған байланысты емес, көбінесе салынған эмбриондардың сапасына байланысты. Егерде салынған эмбриондар сапалы болса, бір эмбрионымыздың өзі мықты болса, сол эмбрионның өзі жақсы жүктілік беріп жатады. Тағы да қандай асқынулар болуы мүмкін? Кейде жүктіліктің өзіне реакция ретінде, өткен жүктіліктен хорионский гонадотропин деген гормон бөлінеді. Сол кезде аналық бездердің гиперстимуляциясы кештеу болуы мүмкін. Яғни жүктіліктің кезінде болуы мүмкін. Ондай кезде жүктілікті максималды түрде сақтауға тырысамыз, но параллельно ондай кезде жүктілікпен қатар сол гиперстимуляцияны емдеп жататын кезіміз болады. Ондай кезде әр пациентке өз-өзін қалай ұстау керек, қандай режим сақтау керек, сұйықтықты қалай ішу керек, оның бәрін дәрігер өзі түсіндіріп айтады. Содан кейін қандай дәрі-дәрмектер қабылдауға болады, оның бәрін қадағалап отыруымыз міндетті. Ең бастысы сіздер жақтан, осы эко өтіп жатқан пациенттер жақтан өз-өзіне мұқият болған дұрыс. Егерде, мысалы, пункциядан кейін ішіңіздің төменгі жағы тартып ауырып жатса, егерде ішіңіздің кебуі, ісінуі байқалса, содан кейін дәреттің жүруі дұрыс болмай қалса, кіші дәреттің жүруі дұрыс болмай қалса, сондай кезде міндетті түрде дәрігерге хабарласу керек, міндетті түрде дәрігерді хабардар ету керек. Жатырдан тыс жүктілік кезінде қандай симптомдар болуы мүмкін? Бұл да жүктілік болғандықтан жүктілікке жасалған тест положительный болып жатады. Сонымен қатар ХГЧ-ның показателі көтеріліп жатады. То есть жүктіліктің барлық симптомдары көрінеді. Бірақ салынғаннан кейін, эмбрион салынғаннан кейін 3 аптадан кейін егерде жатырдың ішінен УЗИ-ден жүктілік көрінбесе, ең бірінші жағдай бұл жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін деген ой болады. Сондықтан бұндай пациенттерге жатырдан тыс жүктілігі ықтимал пациенттерге дәрігер қадағалауын мұқият жүргізеді.
егер де көрінбесе, егер ХГЧ өсіп жатса, тестіміз жоғарылап жатса, бұндай кезде ең бірінші біздің ойлайтынымыз бұл жатырдан тыс жүктілік. Ондай кезде жатырдан тыс жүктілік кезінде пациенттерді біз оперативный гинекологтарға табыстаймыз, сөйтіп барып операция жолымен бұл жатырдан тыс жүктілікті алып тастап жатамыз. Ал енді сіздердің сұрақтарыңыз болса, мен жайлап сіздердің сұрақтарыңызға тоқтала берейін. Кешеде қандай сұрақтарыңыз бар, не сұрақтарға жауап алғыларыңыз керек деген біз опрос бергем. Сол сұрақтарыңызға да қатар мен қазір жауап беруге тырысам. Қазақша, орысша болсын, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен жауап берем. Сәлеметсіз, экодан кейін қандай зияны бар дейді. Енді мен сол асқынуларды жаңа айтып кеттім. Ең болатын, жиі болатын асқынулардың түріне де тоқталдым. Ал енді гормональды, көбінесе көп пациенттің сұрайтын гормональды дәрілерден қандай әсер бар? Негізі гормональды стимуляциядан кейін 1-2 ай, ары кетсе 3 айдың ішінде аналық безге салынған гормондардың әсері организмнен шығып кетеді. Сондықтан гормональды стимуляциядан қорқудың қажеті жоқ. Өйткені гормональды стимуляцияны білікті репродуктолог дәрігер жүргізсе, оның ешқандай қорқынысы жоқ. Сәлеметсіз дейді. Сәлеметсіздер тағы да. Диабет бірінші тип болса, противопоказания к ЭКО и беременности нет деген справка апарсам қабылдайсыздар ма? Егер де эндокринолог дәрігер рұқсат берсе, қабылдаймыз. Добрый день, не могу почти год забеременеть, сказали, из-за неразрыва стенок яичника, якобы толстые стенки фолликулов, скорее всего. Могу ли я сама забеременеть, как утончить стенки или только ЭКО? Но в вашем случае, если нет овуляции, если нет разрыва фолликула, то есть капсулы фолликула, то, скорее всего, лучше сделать программу ЭКО. Но до ЭКО можно, в принципе, назначить препараты, которые вызывают овуляцию. Можно попробовать хотя бы месяца 2-3 посмотреть на фоне препаратов, овуляция у вас наступит или нет. Сәлеметсіз, доктор, ЭКО порталы ашылды ма? Көп сұрақтар квота жайлы болып жатыр. Өзімізде күтіп отырмыз. Шамамен осы шілде айының ортасында белгілі болады. Біздің Инстаграм парақшамызға қарап отырсаңыздар болады. Міндетті түрде портал ашылған кезде хабарын береміз. Сәлеметсіз, сіздерге қалай жазылуға болады? 4 жылдан бері көтере алмай жатырмын. Біздің телефондарға хабарласып жазылсаңыз болады. Колл-центрдің телефонын қазір мен сізге айтамын. Осы біздің инста парақшамыздың жоғары жағында біздің телефондарымыз бар. Сол телефондарға хабарлассаңыз болады. Ең мықты Ерке Бақтиярна дейді. Рахмет. Ары қарай. Заморозкадағы эмбриондар қанша уақыт тұрады? Енді мен өз басым өз пациенттермен 2-3 жылдан асырмаған дұрыс деп айтам, бірақ дүние жүзінде 25 жыл сақталған эмбрионды подсадка жасап, дүниеге қыз бала туылғанын білемін. Сәлеметсіз, естественно, укол салынады ма, фолликул өсіретін? Жоқ, егер естественно циклда ЭКО жасатсаңыз, уколдар салынбайды, гормональды дәрілер тек өзіңіздің өскен фолликулыңызды қадағалап отырады. Инсеминация туралы айтыңызшы. Инсеминация дегеніміз бұл ЭКО емес. Көп адамдар сол ЭКО әдісімен шатастырып жатады. Бұл процедура, егер екі жатыр түтікшелері жақсы өтетін болса, спермограмманың көрсеткіштері миллионны, мысалы 20 миллионнан кем, активности 15-20% төмен болмаған жағдайда, егер де овуляциясы дұрыс, фолликулдың өсу қарқыны дұрыс болса, осындай пациенттерге инсеминация әдісін жасауға болады. Ол инсеминацияны овуляция кезін байқап, овуляция күндері өңделген, тазартылған, миллионы жоғарылатылған, әдейі питательный средалармен жақсартылған сперманы арнайы шприц арқылы жатырдың ішіне құйып беру әдісі, бұны инсеминация деп айтады. Токсикозда не дейді? ГСГ бар ма сіздерде? Бізде ГСГ УЗИ арқылы бар. Сондықтан егерде УЗИ мен
трубамызды тексерем десеңіздер келсеңіздер болады. Токсикозды қалай жеңілдетеміз? Енді токсикоздың емінің өзінің әр түрлері бар, әр деңгейіне қарай. Оны енді гинекологиядағы дәрігерлер, акушерлер айтады. Мен февральда трубам ашқызғам, бірақ әлі береміз жоқ. Күйеуім спермасы жақсы, не істеу керек? Егер трубаңыз ашық болса, жатыр түтікшелеріңіз. 2-3 айдан кейін инсеминация жасап көрсеңіз болады. Жаль, что вы уехали из Алматы. Ну, наверное, да. Я в Чимкенте. Чимкент не так далеко от Алматы. Если что, приезжайте сюда. Сәлематсыз ба? Эко квота қашан беріледі? Очередьқа тұрғанбыз. Эконың квотасы осы июльдің ортасында хабар болады. Как повезло Шымкенту, дейді Алия, спасибо большое. Сіз дәрігерсіз ба? Я, мен дәрігермін, самый лучший доктор. Вакансия бар ма медсестраға? Вакансия бар ма жоқ па білмеймін, бірақ өз резюмеңізді бізге жіберсеңіз болады. Менен не шығады? Или троцит деген не шығады? Түсінген жоқпын, бұл не ол? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сіздерден экос ем қабылдап көтеру мүмкін ба? Иә. Көбінен көп адамдар осы эко орталықтар тек экомен ғана шұғылданады деп ойлайды. Егер де көрсеткіштер бойынша өзіңіз көтеретін қабілетіңіз болса, біз көмектесуге тырысамыз. Баса көкте бәріне эко жасап жатқан жоқпыз. Өздігінен көтеру қабілеті бар пациенттер болса, өздігінен көтеріп жатады. Естественно, экоға фолликул өсіретін укол салына ма? Жоқ, укол салынбайды. Тест көрсетіп тұрса, ИХГЧ шықпауы мүмкін ба дейді. Егер тест 2 сызығы анық көрініп тұрса, ХГЧ-дан да көріну керек. Сәлематсыз ба? Гематома болған, замерші болды, гематомадан болу мүмкін ба? Я ретрохариальный гематомадан болу мүмкін, бірақ негізі неразвивающийся беременностің дамымай қалған жүктіліктің себептері өте көп. Оны бөлек, әр анализді бөлек тексерген дұрыс. Краснуха, хламидия қауіпті ма? Егер де краснуха немесе хламидия, иммуноглобулин М түрінде ИФА әдісімен анықталып жатса, бұндай кезде жүктілік болмайды, ол кезде консультация инфекционист алу керек. Хламидия болса, оны емдеу керек. Экодан көтерген темекіні қоя алмай жүрмін, не істесе болады дейді. Егер көтерсеңіз, темекіні азайтуыңыз керексіз, немесе мүлдем шекпегеніңіз дұрыс болады. Вакцина салдыру ешқандай зиян емес пе? Күзде эко істететін едім. Вакцина салдырған соң 6 айға дейін көтеруге болмайды дейді, рас па? Негізі вакцина, егер күзде жасатын болсаңыз, қазір вакцинаңызды салдырып алыңыз. Вакцинадан кейін 1-2 айдан кейін эко жасай берсе болады. Бұйырса мен барамын, Құдай қаласа келіңіз. Әйел адамнан эмбрион алған кезде саны 10-нан асып кеткен жағдайда азайтып салуға бола ма? Егер де мысалы стимуляцияны бастап кетіп, 10 фолликулдан артығы өсіп келетса, бұл процесті уже тоқтата алмаймыз. Сондықтан әр өскен фолликулды тесіп сорып алып, ішінен аналық ұрықты бөліп алғанымыз дұрыс. Тек сол гиперстимуляциядан қорқамыз, ондай кезде перенос жасамай, керісінше эмбриондарыңыз көп болып, қатырылған эмбриондар болып жатса жақсы. Негізі аналық ұрық көп болса, эмбриондар саны да сапасы да жақсы болды. Сәлематсыз ба? Икси, имси, пикси деген не, осыны түсінбей жүрмін. Бұл енді көбінесе ерлердің спермасының әлсіздік кезінде жасалынады. Бұның қай түрін жасайтындығын эмбриологтар айта жатады. Икси деген, егер де әлсіз сперматозоид болса, сол сперматозоидты эмбриолог өзі анықтап, қайсы мықты, сол сперматозоидтарды имси немесе пикси әдісі арқылы ұрықтандыруға жарайтын эмбриолог сперматозоидтарды бөліп таңдап алады. Сол таңдап алынған сперматозоидтарды аталы ұрықты икси әдісі арқылы әр аналық ұрыққа бір сперматозоидтан кіргізіп шығады. Кіргізіп ұрықтандырады. Сақтап қойыңызшы, я бұл сақталынады, 1 тәулікке дейін біздің тікелей эфир. Естественно, экода фолликул өспесе, эко істелмейді ме? Жоқ, егер де фолликул өспесе, эко істелмейді. Эко салдырғаннан кейін 8 күн асты, төменге қарап тартып ауру қалыпты ма? Ауру мүмкін, бірақ ондай кезде егер де ауру батып жатса, нож пішсеңіз болады. Эко
4-5 рет неудачно болды. 2 трубам бар. Сізге келіп емделіп өзім көтере аламын ба? Келіңіз көрейік. Көбінесе экодан кейін пациенттер өздері көтеріп қап жатады. АМГ 5,6 жақсы ма? Я жақсы. Мен негізі жолдасыммен барайын деп едім. Жұмыстармен бара алмай жатыр. Өзім барып ем ала берсем бола ма? Я өзіңіз келіп алдымен қаралып, себептері болса, себептерін анықтап келе берсеңіз болады. Донормен қанша болады эко дейді. Негізі эконың өз бағасы 350 мың теңге. Қазір бізде жақсы жеңілдіктер болып жатыр. 335 мың теңге. Оның ішіне эконың өзі, сонымен қатар наркоз кіреді, сонымен қатар икси әдісі кіреді. Сондықтан ал дәрі-дәрмектерге 300-400 мың теңгенің төңірегінде келеді. Анализдеріңізге шамамен сізге, жолдасыңыз, донорыз үшеуіңізге 200 мың, 250 мың төңірегінде кетіп жатады. 1 миллион 200-300 мыңға барып қалатын шығар барлық бағасы. Ал енді мен кешегі опростан кейінгі сұрақтарыңызға жауап берейін. Подсадкадан кейін қанша уақыт половой жизнь болмайды дейді. Негізі жүктілікті көргенше жыныстық қатынас болмайды. Хочу получить квоту на ЭКО. Но для этого вначале нужно будет прийти на прием к репродуктологу, сдать ряд анализов, пройти осмотр. И после осмотра и после всех методов обследования, которые нужны для получения квоты, это основной анализы АМГ, ФСГ. Дальше показатели спермограммы. Если у вас есть рентген-снимок маточных труб, если проблемы в трубах, то предоставите нам рентген-снимок. Четвертое – это осмотр репродуктолога. Если по показателям яичников вы подлежите к квоте, мы выдаем вам портал. То есть мы выдаем справку на портал, то есть справку ВКК. И с этой справкой вы должны будете обратиться в свою местную поликлинику, дальше встать там на учет по бесплодию и на очередь программу ЭКО. Инсеминация да егіздер бола ма жазса. Инсеминация кезінде егерде аналық безге гормональды дәрілер салып, бір емес 2-3 фолликул өсіріп, сол 2-3 фолликулыңыз овуляциясы уақытында болса, осындай кездерде егіздер болып жатады. АМГ 02, жасым 31-де эко жасатсам бола ма? Бір қызымды өзім көтеріп, өзім босанғанмын дейді. АМГ-ңыз өте төмен екен, келіп қаралыңыз, содан кейін бар қандай көмек тиеді, қандай көмегіміз бар, соны айта аламыз. Мультифолликулярный яичник диагнозымен табиғи жолмен көтере ала ма? Или осы тақырып. Мультифолликулярный яичник дегеніміз бұл аналық безде фолликулдардың саны өте көп, майда фолликулдар өте көп болады. Бұндай кезде фолликулдың өсуі нашар болады, немесе мүлде өспейді, өссіне овуляциясы болмайды. Бұндай кезде сол репродуктолог дәрігердің көмегіне жүгінсеңіз дұрыс болады. Арнайы дәрілермен сол фолликулыңызды өсіріп, одан қалса овуляцияңызды шақырып, дәрі-дәрмектердің көмегімен көтертуге болады. Мен внематочный болған, бір трубамды алған, біреуін тазалаған, көтермей жатырмын дейді. Негізі осы жатыр түтікшелеріне жасалынған операциядан кейін, лапароскопиялық операция болсын, немесе жатыр түтікшелерін аштық деген операциядан кейін 6 айдың ішінде, сонымен қатар 1 жылдың ішінде егер жүктілік болмаса, бұл түтікшелер қайтадан жабылып қалуы мүмкін. Ондай кезде тек эко әдісіне ғана жүгіне аласыздар. Положительный результат шыққан соң қалай ұстау керек, әйел сол туралы айтыңызшы дейді. Положительный результат, егер эко әдісінен кейін сіз жүкті болсаңыз, өз-өзіңізді қалай күтесіз? Ең бірінші дәрі-дәрмектерді уақытында қабылдау керек. Өйткені бұл денеден тыс ұрықтандыру әдісі кезінде тек гормональды поддержкамен көтерген болып есептелінеді. Сондықтан ешқандай дәріні дәрігердің тағайындауынсыз, дәрігердің тоқтатуынсыз ешқандай дәріні тоқтатпайсыз, ешқандай дәріні өзгертпейсіз. Сондықтан дәрі-дәрмекті уақыт-уақытымен қабылдаған дұрыс. Содан кейін жүктіліктің 3 айына дейін өзіңізді күтуіңіз керексіз. Ешқандай
психоэмоциональный стресс болмау керек, одан кейін ешқандай тұмау, вирус, ешқандай температура болмағаны дұрыс. 3 айға дейін адам өзін күткені дұрыс. Бұлай енді аяқты көтеріп қойып жат деп ондай кеңес айтпаймыз. Негізі жүкті болу, жүктілік ауру емес, беременность это не болезнь дейді ғой. Мейлінше өзіңізді өзіңіз сабырлы ұстап, сол дәрі-дәрмектеріңізді уақытында қабылдап, тамақтарыңыздың дәрумендері көп болып, дұрыс тамақтанып, таза ауамен тыныстап, өзіңізді өзіңіз сабырлы ұстауыңыз керек. Фолликула жарылмаса не істеу керек? Жаңа алдында айттым, егер фолликула жарылмаса, оны овуляцияға шақыратын дәрі-дәрмектер бар, соны қолдансақ болады. Астенозооспермия диагнозы жайлы енді бұл урологтың тақырыбы. Егер біздің урологтар тікелей эфирға шыққан кезде сол сұрағыңызға жауап береді. Иншалла, Алла берекесін берсін, жұмыстарыңызға сәттілік шығар. Маған қанша теңге болады стимуляция? Енді ол стимуляция сізге қанша кетеді, мен енді мына тікелей эфирдан айта алмаймын, өйткені дәрігердің осмотрынан кейін ғана аналық бездің қызметіне қарай, гормондарыңыздың результатына қарай стимуляция тағайындалады. Сәлематсыз ба, бірінші переноста түсік болды, қазір 15-ші күні, бір аптадан бері кіндігім тартылып ауырады. Ножпа ашыңыз, ножпа көмектесу керек. Сәлематсыз ба, екеуімен көтергенде 7-8 күнде қандай ощущение болады? Жүктіліктің алғашқы кезеңдерде ешқандай сезімдер болмайды. Токсикоз әр әйелде әртүрлі пайда болады, сондықтан әр адамның организмі әртүрлі. Инфекция, бактерия жайлы эко алдындағы анализдер. Өзі эконың алдында тапсыратын анализдер тізімін әр дәрігер береді. Сол дәрігердің тағайындауымен барлық анализдер тапсырып, егер де бір инфекциялар шығып жатса, ең маңызды инфекция біздің жағдайда сол хламидия, қызылша, содан кейін егер де уреоплазма, микоплазма болып жатса, трихомонады деген инфекциялар болып жатса, бұл инфекциялардың бәрі емделу керек. Қанмен тапсырылатын түрі бар, мазок арқылы тапсырылатын түрі бар. Қанмен тапсырылатын түріне қарағанда, егер де острый формасында, жедел формасында инфекция оң болып жатса, шығып жатса, онда инфекция міндетті түрде емделу керек. Ал егер де мазок арқылы, ПЦР тест арқылы анықталып жатса, ондай кезде де емделінеді. Сондықтан ол әр дәрігердің экоға дайындаған кезде бұл инфекцияларды қарау міндетті. Сәлематсыз ба, қазір квота бар ма сіздерде? Квотаны өзімізде қазір күтіп отырмыз. Бұйыртса осы шілде айының орталарында хабар болып қалады. Егер хабар болып жатса, сіздер біздің инстаграм парақшасынан көрсеңіздер болады. Ары қарай сіздердің сұрақтарыңызға. Непроходимость экодан басқа емдеу жолы бар ма? Егер жатыр түтікшелері дұрыс өтпейтін болса, ол қай жерде өтпейтін болғанына қарай, біз тұрба ашылуға келе ме, келме ме, соны айтамыз. Егер де жатыр түтікшелері дәл мына жерден осылай жабық болатын болса, бұндай жатыр түтікшелері қайтадан қалпына келтірілмейді. Егер де жатырдың түтікшелері, мысалы рентген снимок әдісі арқылы қарасақ, жартылай былай жабық тұрса, немесе былай жабық тұрса, былай болса, осындай кезде жатырдың түтікшесін ашып көруге болады. Ол үшін тек лапароскопиялық операция жасалынады. Осы лапароскопиялық операциядан кейін жатырдың түтікшесінің қалпына келу жиілігі 20-25%. Яғни операция жасаған дәрігер осы жатыр түтікшесін қалпына келтірді ме, келтіре алмады ма, соны операциядан кейін сізге айтады. Бұл операциядан кейін жатыр түтікшелер қалпына келгеннен кейін 1 жылдың ішінде егер жүктілік болса, жақсы. Ал егер де 1 жылдың ішінде жүктілік болмай жатса, бұндай жатыр түтікшелер қайтадан бір-біріне жабысып, түтікше қайтадан бітеліп қалды деген сөз.
Здравствуйте, делают ли у вас рентген маточных труб? У нас рентгена маточных труб нету, но мы можем проверить трубы методом УЗИ диагностики. То есть в полость матки специальным катетером вводим жидкость и дальше наблюдаем на УЗИ, как эта жидкость проходит через маточные трубы. Инсеминация туралы айтыңызшы. Жаңа алдында айтып кеттім. Жатыр-ішілік инсеминация әдісі екі трубасы, екі түтікшесі өтетін, овуляциясы уақытында сонымен қатар спермасының көрсеткіші 20%-тен төмен емес, миллионы 15-20 миллионы жоғары пациенттерге жасалынады. Овуляцияны қадағалау арқылы байқап, овуляция күні сол сперманы арнайы ерітінділермен обработкадан өткізіп, сол сперманы жатырдың ішіне құйып берсек болады. Менікі яичникке жақын жабық екі жақта дейді. Егер яичниктің жанында жабық болса, онда значит примерно былай жабық тұрған. Осылай жабық болса, дәл осылай жабық болса, осы трубаны ашып көруге болады. Бірақ сол рентген снимогыңызды бізге әкеліп көрсетіңіз, немесе сол операция жасайтын дәрігерге көрсету керек. Свежий подсадка қалай болады? Свежий подсадка деген стимуляция кезінде. Мысалы, стимуляцияңызды өттіңіз, пункцияңызды жасадыңыз. Сол пункциядан кейін, егер де 5 күннен кейін эмбрион салынып берсе, осыны свежий перенос деп айтады. Свежий переностың дәрігердің өзі шешеді, свежий перенос жасауға бола ма, болмай ма. Одан кейін эмбриондарыңыздың сапасына қарай болады, эмбриондарыңыздың сапасы қандай болады, соған қарай дәрігеріңіз екеуміз бірігіп шешесіздер. Сәлематсыз ба, квота қашан келеді? Квотаны өзімізде күтіп отырмыз. Шілде айдың ортасында белгілі болып қалып жатады. Непроходимость трубаға қандай себептер немесе асқынудан пайда болады? Көбінесе қабыну процестері болса, түтікшелердің немесе аналық бездің немесе жатырдың қабыну процесі болса, содан кейін әртүрлі инфекциялардың әсерінен ем болмаса, одан кейін гормональды бұзылыстардан, сонымен қатар әртүрлі операциялар болса, мысалы ішқуысына операциялар жасалынса, содан кейін аборт, выкидыш, выскабливание полости матки, жатырдың ішін бір себептермен тазаласа, сондай кездерден болуы мүмкін. Яғни себебі өте көп. Шілде айының ортасында дейді. Менде миома киста бар, климат шақыратын, укол салса өспей қалама, негізі ота жасаймыз дейді. Енді отаның өзін тек көрсеткіш бойынша жасайды ғой, егер де менструальный цикл бұзылып жатса, немесе қан тоқтамай келіп жатса, немесе ауру сезімі болса, одан қалса миомаңыздың размері үлкен болып, кистаңыздың размері үлкен болып жатса, сондай кезде ғана ота жасауға болады. Ал енді дифирлин деген дәріні айтып тұрған шығарсыз, ол енді қай кезде қолданады, оны тек дәрігер шешеді. Сондықтан сіздің сұрағыңызға енді жауап алғыңыз келсе, приемға келгеніңіз дұрыс. Экотегін квотаға жазу үшін кеңесте ерімге барып алсақ бола ма? Егер де квотамен жасаймын десеңіз, егер біздің клиникада жасаймыз десеңіздер, консультацияға міндетті түрде келу керек. После ковида можно ЭКО делать? Если доктор-инфекционист вам разрешает делать после ковида, я думаю, что после ковида, конечно, нужно будет месяцев 6 отдохнуть и только потом уже приступать к программе ЭКО. 22-й күн ДПП, 22-й день от переноса сделала УЗИ, увидела один эмбриончик, хотя подсаживали 2. На втором УЗИ могут увидеть второй эмбрион или нет? Да, возможно, иногда бывает, что второй эмбриончик может показаться поздно, но может только прижился один, и поэтому второй могут и не увидеть. ЭКОда бала аман есен шыға ма? Енді осы күнге дейін ЭКОдан туылған балалардың ешқандай табиғи балалардан айырмашылығы жоқ. Сондықтан бір Алланың қолында ол. Сәтсіз ЭКОдан кейін трубам жабық, табиғи жолмен көтеру мүмкін ба дейді.
енді дәл экодан кейін екі түтікшелеріміз жабылып қалмаған шығар. Егер жатыр түтікшелеріміз ашық болса ғана табиғи жолмен көтере аласыз. Сәлематсыз ба, подсадкадан кейін қандай өзгерістер болады? Подсадкадан кейін ешкім ешқандай өзгерістер сезінбейді. Бұл қалыпты жағдай секілді. Мысалы, енді өзіңіз жатыр түтікшесі өтетін, жатыры дұрыс жұмыс істейтін әйел мысалы өзі көтеріп жатса, эмбрионның жатырға қашан келгенін, қай уақытта қонғанын білмеген секілді, тура солай сізде ондай ешқандай ощущение болмайды, ешқандай өзгерістер болмайды. Егіз салуға болады ма экода? Иә, экода екеу салып жатамыз. Бірақ ол екеуі де жүктілік бере ме, бермей ме, бола ма, болмай ма, оны алдын ала ешкім болжап айта алмайды. Сәлематсыз ба? Менде барлық анализдер дұрыс, трубам ашық, бірақ әлі көтермей жүрмін. 5 жыл болды. Бірінші экодан кейін көтеріп кету мүмкін ба? Жолдасыңыздың спермасының көрсеткіштері қандай? Одан кейін бір себеп болу керек қой, себепті анықтап көру керек. Квота қашан келеді? Июльдің ортасында белгілі болады. Мен 9 апталық береміз, бассейнге шомылуға бола ма? Негізі жүктілік кезінде бассейнге түспеген дұрыс. У меня все анализы готовы, теперь когда квота придет? Ждем, тоже с нетерпением ждем. Я надеюсь, что в середине июля уже будет ответ точный. Прописка тұрған қаладан квота береме тек қана? Негізі тіркелген емханаңызға барып, мысалы бізден алған заключение, бізден алған справкамен, сонымен ғана барып өзіңіздің жергілікті поликлиникаңызға барсаңыз болады. Стимуляцияны, сперманы қай кезде тапсырамыз? Стимуляцияға сперманы, оны дәрігер өзі айтады. Шамамен аналық ұрықты алатын күнді алдын ала белгілейді, сол күнге ер кісінің қалай дайындалу керек екенін айтады. Осы внутринематочный трубкамды алып тастап еді, бір ай болды операция болған. Эконы қай уақыттан бастауға болады? 1-2 ай демалғаннан кейін бастасаңыз болады. Полип болған жағдайда өзім көтеру мүмкін ба? Полип бар деп лазерный операция жасады, бірақ полип болмай шықты, енді АМГ төмен көрсетіп тұр дейді. Лазерная операция деген не ол? Лапароскопическая операция ма или гистероскопия? Егер гистероскопиядан кейін матканың іші қалпына келіп дұрыс болып тұрса, әйелдер екі түтікшесі өтетін әйелдер өздері көтеріп қалып жатады. Бірақ енді АМГ-ңыз төмен болғандықтан оның көрсеткіші қандай екенін білмей тұрмын. Бұл сұрағыңызға енді көтере аласыз ба, жауап бере алмаймын. Проходимость труб рентгенмен көрген дұрыс па или УЗИмен? Қайсысы дұрыс, зиян емес? Негізі зиян емес УЗИмен, бірақ егер де сіз рентген әдіспен осы күнге дейін тексеріп көрсеңіз, қайтадан егер тексергіңіз келсе, онда УЗИ әдісімен тексерген дұрыс болып табылады. Зиянсыз әдіс сол УЗИ әдісі. Ал рентген енді ол облучение болғандықтан, бірақ рентгеннің бір оң жағы, ол егер де жатыр түтікшесі өтпейтін болса, қай жерден өтпейді, қай жері бітелген, содан кейін бұл түтікшені қалпына келтіре аламыз ба, келтіре алмаймыз ба, сол сұраққа жауап беруге болады. Сәлематсыз ба, квота бар ма? Квота болу керек, сондықтан күтіп отырмыз. Июльдің ортасында бұйыртса портал ашылады деген ойдамыз, соны күтіп отырмыз. Сіздерге ризамын, алла жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Барлық сұраққа жауап беріп отырсыз. Рахмет. Стимуляцияның квота келгенде жасай ма тек? Иә, тек егер квотаңызды алған күннен бастап, етеккірдің күніне қарай дәрігер өзі шақырады, сол кезде стимуляцияны бастайсыз. Ризамын, жауаптарыңызға, барлық сұрақтарға толық жауап беріп отырсыз. Пролактин жоғары болу себебі. Көбінесе пролактин бұл гормон стресса дейді. Уайымшыл адамдарда, пациенттерде, одан қалса бірдеңеге ренжіп кеп, бір жерден асығып, үсігіп кеп пролактин тапсырса, көбінесе жоғары болып тұрады. Сондықтан бұндай гормонды тапсырудың алдында сабырлықпен келіп, ешқайда асықпай, ешкіммен ұрыспай, ешкіммен ерегіспей деп тапсырған дұрыс болады. Сол кезде пролактиніңіз қалыпты көрсетеді. Сәлематсыз ба, подсадкадан кейін 9-шы күн қан кету қауіпті ме? Негізі переностан кейін 10 күн, 2 аптадан кейін
кейбір пациенттерімізге қан келіп жатады. Бұл жүктіліктің көрсеткіші, көбінесе бұл көтерген әйелдерде болады. Өз дәрігеріңізге хабарласыңыз, қан тоқтататын дәрілерді тағайындайды, содан кейін назначенияларыңызды коррекция жасап береді. Зәміршіден кейін қанша уақытта эко салады? Енді ол дәрігеріңізбен бірге шешесіз. Егер де срок, мысалы, 2 айдан жоғары болса, 1-2 ай демалу керек. Егер 1 айдың көлемінде болса, онда 1 айдан кейін сала берсеңіз болады. Өте мейірімді дәрігер, рахмет. Молочная железа УЗИде киста бар дейді, бірақ консультация маммолог деп айтпады. Егер киста болса, міндетті түрде консультация маммологадан өту керек. 18 подсадка болды, бүгін тест жасадым, әлі ерте, бірақ тест положительный болып тұр. Қалыпты ма? Құттықтай. Егер де қазірдің өзінде подсадкадан кейін тестіңіз положительный болса, сіз жүктісіз деген сөз. Құтты болсын, аман есен жүкті болып, аман есен босанып алыңыз. Сәлематсыздар ма, сіздерде проходимость өткенде левый тромбаға проходимый деді. Енді оң жағымды уайымдап жүрмін. Ол да не проходимый болып қала ма деді. Не істесем болады дейді. Сол жағыңызбен тез-тез көтеріп кеткеніңізді тілеймін. Уақытыңызды жібермейміз. Менде бәрі жақсы, күйеуімде жақсы, спермасы. Жоғары инсеминацияны көтеру мүмкін. Әрине мүмкін. Инсеминация әдісі жүктіліктің болу көрсеткішін жоғарылатады. Ал бүгінгі енді біздің тақырыпты бағана естідіңіздер, эко әдісінен кейінгі болатын асқынулар. Бұл асқынулардан қорқудың қажеті жоқ. Өз дәрігеріңізге сеніммен барыңыз, сеніп барыңыз. Бұндай асқынуларды болдырмауға әрқайсымыз тырысып жатамыз. Бірақ әр адамның, әр пациенттің организмі әртүрлі деңгейде жұмыс істейді, әртүрлі деңгейде жауап береді. Сондықтан бір пациентке бұл асқынулар тән болуы мүмкін, бір пациенттерге бұл асқынулар тән болмауы мүмкін. Сондықтан қорықпай экоға барып, экоңыздан, егер бұдан басқа әдіс болмай жатса, осы эко әдісінен ең бірінші протоколдан көтеріп кетуге сіздерге жаңағы тілек айтам. Көтеріп кетулеріңіз біз үшін бұл жақсы результат, бұл әр әйелдің көтергенін бізде аңсап отырамыз, бізде армандап отырамыз. Сондықтан барлықтарыңыздың экодан көтеріп кеткендеріңізді қалаймыз. АМГ қалай көтеруге болады, норма қанша болу керек дейді. Негізі бірден төмен болмау керек дейді, 1,5-2-ден төмен болмаса дұрыс. Рахмет сіздерге, рахмет, үлкен қатты қуантып жібердіңіз. Рахмет, иншаллах айтқаныңыз келсін, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік. Сізге де сәттілік, аман есен жүкті болып кете беріңіз, аман есен босанып алыңыз. Сәлематсыз ба, яичниктің біреуін алып тастап еді, енді өзім көтеру мүмкін бе, әлде экома келіп қаралап, гормондарыңызды тапсырып көруіңіз керек. Үлкен рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік. Сәлематсыз ба, АМГ 1,22, 30 жас, көрсеткіш төмен болып есептелініп. Сіздің жасқа төмендеу, уақытты жоғалтпаңыз. Портал қашан ашылады екен? Портал бұйыртса, июльдің ортасында деп отырмыз, бәріміз соны күтіп отырмыз. Қазір бір 5 минуттың ішінде біздің тікелей эфиріміз өшеді. Егер де сұрақтарыңыз болса, дайректқа немесе біздің телефондарға хабарласып қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысамыз. Осымен біздің бүгінгі тікелей эфиріміз аяқталды. Сіздермен бірге болған дәрігер-репродуктолог Ирым Шымкент қаласынан Ақерке Бақтиярқызы. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, келіңіздер, қаралыңыздар, уақыттарыңызды босқа жібермеңіздер. Қандай асқынулар бар дейді Динка. Қазір тікелей эфир сақталады, сол тікелей эфирдің сақталған версиясынан көрсеңіз болады. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, жақсы көріскенше.